Қайырлы күн баршаларыңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын лакомканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды, құрғақ ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстінен алдын ала ертіп алған сары майымызды саламыз. 2 дана жұмыртқа саламыз. Бір жұмыртқамызды осылай толығымен салып жіберіп, екінші жұмыртқамыздың ағын саламыз. Сарысын бетіне жағуға алып қалатын боламыз. Толық рецепті мен астындағы описание бөліміне жазып кететін боламыз. Сол жерден толық мөлшерлерін көріп біліп алсаңыздар болады. Міне осылай 1 дана сарысын алып қалдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң бізде осындай 1 келкі масса болады. Үстінен алдын ала електің көмегінен өткізіп алған ұнымызды салып, 2 бөлікке бөліп, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Міне бізде дәл осындай қолға жабысатын өте жұп-жұмсақ қамыр шығады. Бізде қамырымыз осындай болып шығуы керек. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Осылай барлығын ортаға жинап, қамырымыздың бетін жауып, шамамен 1 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Міне арада бізде 1 сағат уақыт өтті. Қамырымыз өте әдемі болып көтеріліп шықты. Қамырымызды түсіретін жерімізге осылай ұн сеуіп алып, қамырымызды ыдыстан түсіріп аламыз. Қамырды ұнға бір домалатып алып, теңдей етіп 6 бөлікке бөліп шығамыз. Осылай барлығын теңдей етіп 6 бөлікке бөліп алғаннан соң, қамырларымызды дөңгелектеп зуала жасап алатын боламыз. Енді кезекте қамырларымызды жұқалап, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа етіп жібермеңіздер. Дәл видеодағыдай етіп жайсаңыздар, лакомкаларыңыздың булочкасы піскен кезде өте жұп-жұмсақ, нәзік болып тұрады. Қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып болғаннан кейін теңдей ортасынан бөлеміз. Сонда бізде бір қамырдан 2 булочка шығатын болады. Қазір сіздерге қамырдың қалыңдығын көрсетемін. Міне, дәл осындай болу керек. Қалған қамырларымызды дәл осылай жайып кесіп аламыз. Кесіп болғаннан соң пешіміздің формасына барлығын жайғастырып шығамыз. Және де бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырларымыз дәл осылай көтеріліп шығады. Көтеріліп болғаннан соң жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүт қосып, осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Осы уақытта пештеріңізді алдын ала 180 немесе 200 градусқа қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешімізде қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Пісіру барысында осылай өте керемет болып піседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің лакомкамыздың булочкалары дайын. Енді бөлме температурасына суытып аламыз. Осы аралықта біз кремін дайындайтын боламыз. Креміне сары май және де осылай сгущенное молоко қолдандым. Дәмі өте керемет болып шығады. Лакомканың булочкасымен керемет үйлеседі. Осылай бірінші вилкамен кішкене езіп алдым. Кейіннен миксердің көмегімен шамамен 2-3 минут көлемінде миксерлеп аламыз. Осымен креміміз дайын. Енді жаңағы бөлме температурасында мұздап тұрған лакомкаларымыздың булочкасын пышағымызбен дәл осылай ортасынан кесіп шығатын боламыз. Барлығын кесіп болғаннан соң жаңағы дайындап алған кремімізді осы булочкаларымыздың ішіне қасығымыздың көмегімен жағып шығамыз. Кремді осылай барлық жеріне толығымен жағып шығыңыздар, сонда лакомкаларыңыз өте дәмді болып шығады. Менде барлығы 12 булочка шықты.
11-ін лакомка жасадым, біреуін жан-жағына жағу үшін үгітіп алдым. Ішіне жағып болғаннан соң осылай жан-жағына да жағып аламыз. Жаңағы үгітіп алған лакомкамызды осының жан-жағына жағып шығамыз. Егер сіздер қаласаңыздар, жаңғақ немесе печенье үгітіп жақсаңыздар да болады. Қалған булочкаларымыздың ішіне де дәл осылай барлық жеріне жеткізіп, кремімізді жағып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін 2 рет жасап көрсеттім. Ішіне жағып болғаннан соң осылай шетіне кішкене ғана етіп жағып шығамыз. Бұл жерге үгітілген жаңағы булочкамызды жағатын боламыз. Міне кремді барлық жеріне жағып болдық. Болғаннан соң осылай тарелкаға үгітіп алған жаңағы булочкаларымыздың үстінен осылай батырып аламыз. Осымен біздің лакомкамыз дайын. Қалған булочкаларымызды дәл осылай жасап шығатын боламыз. Міне осымен біздің өте жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын лакомкаларымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге дәмі ұнайтынына сенімдімін. Дәмі енді өте керемет жұп-жұмсақ болып шыққан. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Рецепт сіздерге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.